Barшаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен өте ерекше болып шығатын саңырауқұлақты пирожкидің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құйып, тұз салып, сұйық май құйып, аштығымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Мінекей қамырымызды илеп алдық, жылы жерге 40 минуттай бетін жауып қойып қоямыз. Салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына пиязымызды алып, ұсақтап турап аламыз. Саңырауқұлақты да дәл солай ұсақтап турап алатын боламыз. Мінекей турап алдық. Енді қызып тұрған тапамызға шамал майымызды құйып, пиязымызды қызарғанша қуырамыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Енді осы пиязымыздың үстіне саңырауқұлағымызды салып, қызартып қуырамыз. Мінекей достар, дайын болды. Дәміне қарай қара бұрыш салдым. Салмасы дайын. Енді ашып тұрған қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп, видеода көріп тұрғандарыңыздай жайып алатын боламыз. Осы кезде салмамызды суытып қоямыз. Осылай жайып алған қамырымызды дөңгелекшелеп кесіп аламыз. Енді ішіне салмасын салып, видеода көріп тұрғандарыңыздай түйіп шығатын боламыз. Мінекей достар, бәрін видеода көріп тұрғандарыңыздай түйіп алдық. Енді қызып тұрған тапамызға екі шетін қызарғанша жақсылап пісіріп алатын боламыз. Не достар, пирожкилеріміз дайын болды. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.